Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы «Інім мультфильм көреді». Младший брат смотрит мультфильм. Балалар, бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқимыз, және оның мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар құрастырамыз. Мәтіннің мазмұнына сюжетті суреттерді сәйкестендіреміз. Сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке будем читать текст, будем составлять простые вопросы к тексту, будем находить иллюстрации к тексту, будем учиться отвечать на вопросы. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Ертегі сказка, мультфильм көреді, смотрит мультфильм, қызықты интересный, көреді смотрит, көрмейді не смотрит. Қайталаймыз. Ертегі, мультфильм көреді, қызықты, көреді, көрмейді. Ертегі қызықты, сказка интересная. Мультфильм қызықты, мультфильм интересный. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңдар. Ребята, запишите новые слова в словарь и запомните их. Есте сақтайық, давайте запомним. Сен мультфильм көресің бе? Ты смотришь мультфильм? Мен мультфильм көремін. Я смотрю мультфильм. Ребята, можно ответить в отрицательной форме. Мен мультфильм көрмеймін. Я не смотрю мультфильм. Сен мультфильм көресің. Ол мультфильм көреді. Он или она смотрит мультфильм. Или можно сказать, ол мультфильм көрмейді. Он не смотрит мультфильм. Алибек мультфильм көреді. Алибек смотрит мультфильм. Сен ертегі оқисың ба? Мен ертегі оқимын. Я читаю сказку. Сен ертегі оқисың. Ол ертегі оқиды. Он или она читает сказку. Ребята, запоминайте личные окончания. Ол не істейді? Что он делает? Или она? Ол мультфильм көреді. Ол шырын ішеді. Вспоминаем, шырын ішеді. Я. Он или она пьет сок. Ұнайды, ұнамайды. Нравится, не нравится. Саған не ұнайды? Маған ертегі ұнайды. Или можно ответить, маған мультфильм ұнайды. Жақсы балалар, есте сақтаңдар, запомните. Тыңда, қайтала оқы. Балалар, мәтінді бірге оқиық. Менің інім бар. У меня есть младший брат. Ол сурет салады. Он рисует. Менің қарындасым бар. У меня есть младшая сестра. Ол алдар көсе мультфильм көреді. Она смотрит мультфильм алдар көсе. Мен ертегі оқимын. Ертегі қызық. Ойланайық. Сөйлемді суретпен сәйкестендір. Ребята, вам нужно найти соответствующую картину каждому предложению. Ойланып көріңдер. Давайте подумаем. Інім сурет салады, қарындасым мультфильм көреді, досым кеме құрастырады. Мен ертегі оқимын. Ал енді тексерейік, давайте проверим. Інім сурет салады. Қарындасым мультфильм көреді. Досым кеме құрастырады. Мен ертегі оқимын. Балалар, мен сендерді осылай сәйкестендірдіңдер деп ойлаймын. Ребята, я думаю, что вы справились с этим заданием. Тыңдалым, бірінші тапсырма. Балалар, мәтінді тыңдаймыз, оқимыз, белгіленген сөздерге сұрақ қоямыз. Ребята, внимательно слушаем и читаем текст. Пробуем сами переводить некоторые предложения. К выделенным словам нужно поставить вопрос. Алибектің інісі мен қарындасы бар. У Алибека есть младший брат и младшая сестра.
Інісі ертегі кітап оқиды. Ертегі қызықты. Қарындасы мультфильм көреді. Мультфильм қызықты. Ребята, можете приостановить видео, еще раз прочитать и попробуйте перевести сами. Ал енді балалар, белгіленген сөздерге сұрақ қояйық. А теперь давайте попробуем поставить вопрос к выделенным словам. Інісі, младший брат. Қандай сұрақ қоямыз, балалар? Кім ертегі оқиды? Кто читает сказку? Інісі ертегі оқиды. Келесі, ертегі қызықты. Қызықты деген сөзге сұрақ қояйық, балалар. Қызықты, интересный. Ертегі қандай? Какая сказка? Ертегі қызықты. Сказка интересная. Келесі сөз көреді. Смотрит. Қандай сұрақ қоямыз, балалар? Иә, балалар. Қарындасы не істейді? Что делает младшая сестра? Қарындасы мультфильм көреді. Ал енді, балалар, мультфильм деген сөзге сұрақ қойыңдаршы. Поставьте вопрос к слову мультфильм. Ал енді тексеріп көрейік. Не қызықты? Что интересное? Жақсы, балалар. Я думаю, ребята, что вы справились с этим заданием. Үшінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлем құрап жаз. Ол кім? Ол не істейді? Ребята, внимательно посмотрите на картинки, составьте предложение. Ол кім? Кто это? Ол не істейді? Что он делает? Или она делает? Үлгі. Бұл Алибек. Это Алибек. Ол доп ойнайды. Ертегі оқиды. Кеме құрастырады. Бұл кім? Бұл Анель. Бұл Саша. Бұл Анна. Олар не істейді? Что они делают? Ребята, по этому образцу составляйте предложение. Это задание письменное, выполняйте в тетради. Екінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Сен ертегі оқисың ба? Ты читаешь сказку? Қандай ертегі қызық? Какая сказка интересная? Сен мультфильм көресің бе? Саған қандай мультфильм ұнайды? Сенің інің, сіңілің қандай мультфильм көреді? Твой младший брат, младшая сестра какие мультфильмы смотрят? Это задание отправляйте голосовым или видеосообщением учителю. Қорытынды. Есімізге сақтайық. Давайте, ребята, запомним. Мен ертегі кітап оқимын. Інім мультфильм көреді. Ертегі кітап қызық. Мультфильм де қызық. Ал енді балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.